Kitob o'quga chaqiramiz. 4-V sınıf o'quvchilarining qisqa demalisda Жиренче Шешен туралы o'qigan шешендік сөздері туралы тыңдайық. Жиренче Шешеннің баласы туралы кім айтады? O'quvchilar? Әз Жәнібек Жиренчеге келеді. Жиренчеден былай деп сұрайды: Жиренче, сенің маған неге жаман туған? Шешесі Қарашаш, әкесі Жиренче сенсің. Өзі қой аузынан шыға алмайтын момын сорлы бала ғой дейді. Сол кезде Жиренче былай деп жауап береді: кейбір балалар туылғанда сырты қола, іші алтын болады. Сыртында қоласы тозып түскесін, ішіндегі алтыны жарқырап шығады. Сол кезде менің баламды көріңіз дейді. Айды ай қуып, жылды жыл қуып, Қарашашта Жиренче де ана дүниеге кетеді. Бір күні ымырмен қазақпен соғыс болып жатырады. Сол кезде Әз Жәнібек хан жаулардың ортасына алып қойды. Сол алыстан атпен бір бала келе тұрады. Сол Әз Жәнібек ханның алдына тұрып алып, келіңіз, мініңіз, қашыңыз дейді. Мендей бала өмірде көп, мен өлсем өле берейін дейді. Ал сіздей тек қазақ елді бір өзіңіз бар. Сіз өлмеңіз деп қашып кетеді. Сол кезде Әз Жәнібек хан 20 жылдағы бұрын Жиренченің баласы екенін біліп, Қарашаш пен Жиренчені ренжіткеніне өкінеді. Құйын қуған желменен тең. Bir жолы қырғыз қызылым қарт Жиренчеге кездесіп қалып, шешен сізден сұрайын деген бір жоғым бар еді. 15 жас, 25 серке, 35 орақ, 45 қылыш, 55 егеу, 65 арқан, 75 шідер жоғалттым. Осыған құлақтар болыңызшы дейді. Жарайды дейді Жиренче шешен. Жоғыңыздың жөнін айтып берейін, өзіңіз тауып алыңыз. 15 жас құйын қуған желменен тең, 25 дауыл ұрған перімен тең, 35 ағып жатқан селменен тең, 45 аю аспас белменен тең, 75-те көңілің желменен тең, 80-де селкіген шал боларсың, өлмесең де қор боларсың, 100-де дүниеден күдеріңді үз, өлмесең де өледен кем боларсың дейді. Әттеген-ай, өзім 25-тегі жігітте едім. Көңілімнің жерде болғанын қарашы, деп сонда қызылым қарт жантая кеткен екен. Жиренче Шешен туралы. Бір күні Жиренче шеше жолаушылап келе жатып, бір ауылына тұсына жетсе, ауылмен екі арада өзен бар екен. Ол өзеннің өткелі қайда екенін біле алмай тұрғанда, өзеннің ар жағында бір шелегімен қыз келе жатыр екен. Жиренче шеше дауыстап, бұл жердің өткелі қайда деп қыздан сұрайды. Қыз оған, ана жерде бір өткелі бар, алыста болса жақын дейді. Берірек тағы бір өткелі бар, жақында болса алыс дейді. Жиренче шеше бұны меңгермей, жақын деген өткеліге барады. Өзеннің ортасында аты балшыққа батып, үсті басы лас-лас болып, алыста болса жақын өткеліне барып, оп-оңай өтіп, ар жақтағы қыздың үйіне барады. Бұл жерге барған соң Жиренче шешен қыздың бетіне қарап, жаным, қарным ашты, алыстан келдім, маған тамағыңның тәттісін бер дейді. Сол кезде қыз айтады, бір тамағым бар, ащы да болса тәтті, бір тамағым бар, тұщы да болса ащы дейді. Сол кезде Жиренче шешен айтады, маған ащы да болса тәтті тамағымды бер дейді. Қыз орнынан тұрып, ыдысқа бір уыс тұзды Жиренче шешенге береді. Жиренче шешен айтады, мен құр тұзды қалай жеймін дейді. Қыз орнынан тұрып, тұзсыз қара көжені құйып береді. Жиренче шешен данышпан, ақылды кісі еді. Ол дейтін көжені іше отырып ойланады. Ол қандай ақылды екен. Сосын ол сол қызға үйленеді. Жиренче